Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын брынзаның рецептісімен бөлісемін. Бізде нәзік, жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Осы рецепті жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ыдысымызға сүтімізді құямыз. Бізге 3 литр және жарты литр сүт қажет. Сүтімізді отқа қойып, қайнатамыз. Сүтіміз қайнап шықты. Ал енді бетіндегі қаймақтарын сүзіп аламыз. Осылай қаймақтарын алып тастаймыз. Қайнап тұрған кезде үстінен айранымызды қосамыз. Бізге 400 мл айран қажет. Айранымызды қосып, араластырамыз. Сары суы бөлек болғанша қайнатамыз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басамыз. Осы кезде 2 ас қасық ашыған айранды қосамыз. Бұл жерде қосқан себебіміз бізде сары суы ертерек бөлінеді. Осылай суы бөлініп жатыр. Осы кезде тұзымызды қосамыз. Үлкендеу ыдысымызға мантаварканың листін теріс қаратып қоямыз және марлымызды төсейміз. Брынзамызды үстіне сүзіп аламыз. Ал енді марлымызды барлығын бірге ораймыз. Осылай жинақтап, теріс қаратып қоямыз. Үстінен екінші листімізді қоямыз және оның үстінен ауыр затпен бастырып қоямыз. Үстінен бір затпен бастырып қоямыз. 3-4 сағатта дайын болады.